Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай таңғы аста пісіретін, бір жасағаннан ақ өте жұмсақ, дәмді болып шығатын оладьилерді пісіретін боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Және видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне қанттың аз-аз мөлшерден сала отырып, араластырып аламыз. Содан кейін үстіне жарты шай қасық тұз салып жібереміз. Қантымыз еріп кеткеннен кейін үстіне бөлме температурасындағы айранымызды құйып, бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Содан соң үстіне електен өткізіп, ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Массамызды жақсылап араластырып болған соң, үстіне 1 шай қасық ас содасын құйып, тағы да араластыратын боламыз. Мінекей бізде осындай реакция жүреді. Енді осы массамызды 10 минут бөлме температурасында қойып қоямыз. Табамызды отқа қойып, ішіне май құйып қыздырып аламыз. Қызып тұрған отта осылай қасықпен салып отырып, оладьилерімізді пісіріп аламыз. Осылай қасықпен құямыз, бетіне көптер пайда болған кезде екінші бетін ауыстырамыз. Осылайша барлық оладьилерімізді пісіріп аламыз. Мөлшерлерінің барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап, өлшеп, сол бойынша жасап көріңіздер. Небәрі 15-20 минут уақытыңыз кетеді. Дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Мінекей бізде осындай қып-қызыл, әдемі, ортасы толық піскен, әдемі оладьилеріміз дайын болды. Бірнеше рецепттермен жасап көрдім. Кейбіреулерінің ортасы піспей қалатын кездерде болады. Сондықтан дәл осы менің рецептіммен жасап көріңіздер.